Қасиетті тәулік. Авторы Мықтыбек Орастайұлы. Осыдан біраз жыл бұрын тойға бардым. Той иесі тапсырыс берерде 7 шілдеде жасайын деп жатырмын. Биыл 7 жыл. Солайша көкең бір крутой болғалы тұр. Керемет қып өткіз жарай ма деді шегелеп. Маған қай күні жасаса да бәрібір атқаратыным сол міндет қой. Жарайды дедім. Той басталды. Құда да той иесі секілді қасиетті датаны бірнеше рет тілге тиек етті. Құдаларыңыз тегін адам емес. Мынадай 7 жылы 7 айдың 7 күнінде анау-мынау адам той жасай алмайды. Құдеке, тойды кешкі сағат 7-ден 7 минут өткенде бастауың керек еді, деп кеңкілдеп күліп алды. Мына заманда тегін адам бар ма еді деген ой келді санама. Мына тойға келіп отырғандардың барлығы да 7 айдың 7 жұлдызында той жасамаса да өздерінше патша көңілді жандар ғой. Мәселен менде. Қасиетті датаның артықшылығы біліне қоймады. Тентек су бойына түскен қонақтардың абыр-дабыры әр тілек сайын күшейе түсті. Аздан соң 100 жылда бір келетін тәулік жайлы басқа түгілі үй иесі де ұмытып кетті. Арақты көбірек сілтегендіктен әңгімесі айнып, тілі күрмеле бастады. Бір кезде жаңағыдағы оқыстан шыңғырып жібергенде бәріміз селк ете қалып, тілімізді кәлимаға келтірдік. Мынаны қараңдар, деді Масан құдағи. Дым түсінбеген адамдар оған шоши қарап, нені қарайық, деді жан-жақтан аңтарылып. Сағатты қараңдар, 7-ден 7 минут өтті. Сол кезде барып құдағидың тосын айғайынан шошынып қалған жүрегі әлсіз адамдардың көңілі орнына түсті. Құдай-ай, құдағиды қарақұрт шағып алды ма десем, деп етекте отырған бір арақ ішпеген сап-сау апалардың бірі ернін сылп еткізді. Басқалар болса құдағидың аңғарымпаздығына комплимент айтып, қол соғып, сол үшін тост көтеріп жатты. Рас, 7-ден 7 минут өтіпті. Мен 7 минут 7 секунд өткенде айтқам, мұны сендер оның не екенін түсінем дегенше өтіп кетті. Деп құдағи Американы ашқандай маңғазданып тұрды да рюмке толы арақты тартып жіберді. Маған приз бар ма? Деп бір кезде еңбек ақысын талап еткен адамша бір бүйірін таянып тұрып жар салды. Сағаттың 7-ден 7 минут өткенін мен айтпасам ешкім де білмес еді. Қасиетті күнгі тойдың берекесі қаша бастады. Күн бата бере үй иесі енді Асығатадағы қайын жұртым дастархан жайып күтіп отыр. Сол үйге барамыз. Сосын Жетісайдағы Нұрай кафесіне барамыз да сол жерден тараймыз. Деп елге тойдың сценарийін түсіндіріп жатқанын біреу естіп, біреу естіген жоқ. Мақтаралды аралап, кезекті 2 үйдегі дастарханды жеп бітем дегенше әлден уақыт болды. Басқаларды қайдам, сол күнгі 10 сағаттық той 10 күнге созылғандай болып, үйге түн ортасында ұйқысырап әзер жеттім. Осыған ұқсас тағы бір оқиға болып еді. Бір бойдақ үйленетін болды. Бүкіл көше боп дайындалдық. Отын жарып, ыдыстарға су толтырып, қысқасы бәрін жасап тастадық. Анасы сандыққа неше жыл сақтап жүрген ақ шәліні келіннің бетіне жабатын әйелмен қоса дайындап қойды. Тек келін келсе болды, қалғаны сақадай сай. Шашу шашатын келіншекте өз алдына репетиция жасап жүрген, өмірінде бірінші рет шашуы екен. Бұлай шашама, қалай шашады өзі деп әлек. Келінді емес елбасын қарсалайын деп жүрген сияқты. Видео түсіретін жігіт көшенің басына барып, камерасын көтеріп, тап бір тарихи сәтті түсіріп алуға дайындалғандай қақиып тұрды да қойды. Келін келе жатса қапы қалмай таспаға жазып алу керек қой. Өмірімізде дәл бұлай тойға дайындалмап ек. Сол үйдің тұңғыш азаматы ғой, тұңғыш қуанышы. Келетін келінді күте әлден уақыт болды. Телефонмен хабарласа салғанға ол кезде сотка жоқ. Ақыры шыдамымыз таусылды. Алдынан көлікпен 2 жігіт жіберіп таппай келді. Білмейміз, жоқ, таппадық, дейді. Енді үйленетін жігітті уайымдай бастады. Сенің кесірің бәрі. Қалтасына соғынша көп ақша салып жіберіп нең бар еді? Ішіп алып бірдеңеге ұрынса қайтеміз, деп әкесі анасына ұрсып, той күтіп тұрған көңіл күйіміз бұзыла бастады.
Сөйтіп тұрғанда үйленетін шырағымыз кіріп келді. Үдеріп тұрған көпшілік алдынан шығып бәрі бір ауыздан: «Әй, келін қайда? Әкелмедің бе?» деді. «Келін үйінде». «Әкелмедің бе? Бүкіл ел боп дайындалып отырмыз ғой». «Bir айдан соң әкелем». «Bir ай? Неге бүгін әкелмедің?» «Bir айдан соң 4 сәуір ғой, сол күні үйленеміз деп шештік». «Неге?» 4/04/2004 жыл болады. Сондай күні үйленгендер бақытты болады деп қыз көнбей қойды. Жігіттің не айтпақ болғанын біреулер түсінді, біреулер түсінбеді. Анасы түкке түсінбей сұрақтың астына алып жатқанда, көпшіліктің алды бастары салбырап үйлеріне қайтып бара жатты. Солайша босқа дайындалып әлек болып ек, әлгі өзі айтқан күні үйленді ме, жоқ па, есімде жоқ. Әйтеуір қай күні болса да үйленіп еді.